барымсыздар. Қош келдіңіздер, құрметті де аяулы ұстаздар. Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді ұстаздар, көп сөзбай ойынымыздан бастайық. Барлығымыз сол қолымызды көтерейікші ұстаздар. Сол қолымыз. Енді сол қолымызды сол жақтағы адамның иығына қоямыз. Ал енді массаж жасаймыз, массаж. Сендер екеуің бар, магазинге барып келіңдерші. Жаңа, біз емес па кеткен? Сендер ма кеткен? Жаңа, біз емес па кеткен негізі? Бар, точносын біліп келіңдер, сендер ма, сендер емес па? Қойшы, біз бара береміз ғана. Бәрі, бармайсыздар, мына жерде тұрып қайтып келесіңдер ғой, барыңдар. Ал енді ұстаздар, біз осы мейрамға қатыспас бұрын не киетінімізді қатты ойланып, сонымен тамашалаймыз, не киетінімізді ойлану үстінде. Осыны кие саламыз ә? Ал енді көп сөзбай, әзімізден бастайық, сонымен тамашалаймыз дүкенде болған жағдай. Не болды, пәтер? Жаңа, біз ба келген? Қой? Дәл осындай көңіл күймен әзілімізді жалғастырамыз. 11-ші Ж сыныбы, сыныптағы бір баланың есімі бірақ болса қалай болар екен? Так, балалар сабақты бастаймыз. Ерлан, жақсылық көп. Аманқос Асқар. Мұхатина Арайлым. Брат көрінбейді ғой. Звондаңдар ма? Қызық емес ма? Шақырып беріңдер ма? Алло, брат, сен брат деген сен басқа шыға бермей жарай ма? Тез кел. Мектепке кел, мектепте шыға жібереміз жұмысы кез. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Не бұл? Брат деген сайын балаңыз басқа шыға бермесін. Сентябрь бітті, бір ай болып, сабақта жүрген қадағын. Сосын сіздің ат жөніңізді, балаңыздың ат жөнін жазып алып қалайын? Жазыңыз. Айтыңыз. Атыңыз Братан. Так, не бол сосын? Фамилияларыңызды жазып алып қалайын? Братма! Жаным арай, күнім, алтыным, ғашығым. Екеуміз әлі болашақта үйленеміз, тойыңды күшті қылып жасап берем. Ерлан, сен бірінші сүннет тойын жасағалшы. Қазақ хандығына жоңғар шабуылы. Сонымен тамашалаймыз. Ханем, датым бар. Дәтің болса айт. Елімізге жау шапты. Қаяқтан, нектама. Ханем, жау. Шаған жақтан шапты. Сонымен тамашалаймыз автобус аялдамасындағы жағдай. Саламатсыз ба? 5 теңге бере тұрыңызшы. Бауырым, олай айтпасын. Қазір қиын қыстау заманда бұндай сұрасаң бермейді. Қасқара, осылай сұрайсың. Қалтаңда не бар, бәрін шығар. Көрдің бе, осылай сұрайсың деймін, анадан барып сұрады әлмен сияқты. 5 теңге бере тұрыңызшы. Деп қояды. Жаңа жылға балға мен шеге болып киініп келген екі баланың әңгімесі. Бәрі аюдың, қасқырдың, қоянның киімдерін киіп келген. Мен болсам балғаның киімін киіп келдім. Ерім шығып темекі шегіп алайыншы. Не болды? Шегесің бе? Шегемін. Мә. Шекпеймін. Шегемін.
Шегесің ба? Шегемін. Мә, Шегемеймін мен, шегемін. ой, шегесің ба? Атым шеге мен, шеге. Сонымен тамашалаймыз музейдегі охрана. Өте сыпайы, өте сымбатты, ешкімге зияны жоқ қаланың жігіттің қызбен танысуы. Әдемі қыз сізбен танысуға бола ма екен? Жоқ, баршы. Қарындас, әдемі екенсіз, танысайық, қарындас. Баршы дедім ғой. Қарындас, атыңыз кім болады? Ей, баршы дедім ғой саған. Айбай, не деген соққы. Хабарлаушы бергеш. Хабарлаушы кел. Мен жаңа шығатын кезде не деп хабарладың сен? Өте сыпайы, өте сымбатты, ешкімге зияны жоқ қаланың жігіті, қызбен танысу. Енді дәл сол қаланың жігітін Фабричный жігіті деп айтшы. Сонымен тамашалаймыз Фабричный ауылының жігіті. Атың кім? Арай, арай. Алматы қаласындағы қарапайым ұрлықтардың бірі. Сонымен тамашалаймыз Қызылорда қаласындағы Олимпиада чемпионы Илья Ильин штанга көтеруден чемпион болды. Неге Жамбыл ауданынан осындай чемпион шықпасқа? Шығады, бірақ осындай кедергі болады. Тамашалаймыз. Давай, Бәке. Бәке, давай. Давай, Бәке. Давай, көтересің сен. Көтересің. Давай, Бәке. Давай, Бәке. Давай. Молодец. Давай. Давай, Бәке. Бәке, давай. Бәке, давай. Сонымен тамашалаймыз, мойны қисық қыз ұзатылуда. Артыңа қарама, қызым. Артыңа қарама. Әке, прикол, стомакшы, ойны қисық болса ойлама. Ал енді ойынымыздың соңын Ерланның кішкентай кезден бері жаттап жүрген тақпағымен аяқтаймыз.
мектебім мынау классың, осында 11 жыл тұрасың, звонок болғанда кіресің, звонок болғанда шығасың.